Сәлем барлықтарыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің распаковканы жасамағаныма 8-9 айдай болыпты. Яғни распаковка видеосын салмағаныма. Бүгін сол 8-9 айдың ішінде жиналған барынша әртүрлі аралас, қызықты болуы мүмкін түсіріп үлгергендерімді салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Осыдан кейін міндетті түрде видеоларда бөлек тақырыппен қызықты етіп распаковкалар саламын. Мынау менің сіздерге көрсеткім келетін главный заказым. Міне, қараңыздар. Бірінші мынау фламинго деген өзі брендтің несімен келді. Екінші Әбілқайыр қалған фиксики. Міне мынау бізде Карида осындай нелер болады. Я, балам. Я, мықты рубльмен жағызылып тұр бағасы. Қараңыздар. Аштым. Кел, көресің ба? Мына қараңыздар, ішінде арнайы пакетпен, пакетте де фламингоның мынандай. Несі флагман ба, не дейтін еді? Сондаймен и аяқ киім. Бұл бізде Салихтың аяқ киімі. Жақсы жасады екен. Фиксикиді ба? Ішінің қалыңдығын көрсетсейді. Мына жерлері осындай мата болғанмен, мынаяғы кәдімгі қалың. Енді Әбілқайырдікін көрсетейін. Бұл жерде фиксикидікімен Әбілқайыр көп күтті, фиксикидік ма деп. Міне, нолик та. Нолик? Нолик. Нолик. Сен нолик жақсы көресің ба? Қараңыздар, ағылшынша жазумен, ешқандай қатесіз. Бұл fire ма? Фиксики деген нелерімен. Мен тұты бұны fire бұны. Засап қойды. Мен тұты бұтықта. Міне ішінің вообще қалыңдығы. Үскімен де керек, осыны өзгерткен ба біздің бала? Қазір киіп көреміз, я? Міне жерде бәрі осындай. Тересі, клейі, бәрі әдемі. Кәдімгі сол біздің магазиндерден сатып алып жүрген неміз качествомыз. Бірақ одан арзанға аласың. Примерно 7 мыңға, 8 мыңға килограммымен бірге. Бұдан қанша аламыз? Мына қарасың, мынау вообще детский мирда екен. Да? Детский мир екен. Ну кәдімгі детский мирдікі ғой. Давай детский мирға барайық, мынаның бағасын салыстырайық. Салыстырайық. Мен бірақ ең аз 17-18-ден басталады деп ойлаймын. Өйткені примерно сондай баға деп білемін. Сезон ғой қазір, я? Давай кеттік детский мирға барайық. Міне қараңыздар, жаңағы фиксики. Ішінде аяқ киім бар, соны өлшіп көрейін деп жатырмын. Ішіндегі мындайлардың бәрін бірге салдым, чтоб баға шықсын деп. Енді қараңыздар, мен каргом 1800 теңге. Тіпті одан да арзан теңге екен, 1472 теңге екен. Ал мен 1800 теңгемен есептеген едім. Енді мақұл, сіздердің карголарыңыз әрқайсыларыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Мен Китай карголарымен жұмыс істеймін. Сіздер Қазақстан карголарымен жұмыс істеулеріңіз мүмкін. Мысалы 2500 теңге дейік. Сондағы 2000 теңге бәрібір. Өз бағасы аласыздар, плюс осы 2000 теңгені қосасыздар. Өзі бір 5000 бірдеңе тұрады. Қазір жазып кетем оны да. Соған 2000 теңге қосасыздар. Сонда барлығы сол 8000-нің ар жақ бер жағы. Біз бүгін бірінші рет далада анпакинг жасайын деп жатырмыз. Жаңа бар алып келдік складтан. Қазір көреміз. Ішінде в основном өзімізге нахойши өтейді қайшы бар. Вау! Бұл шкатулкалар. Бұндай шкатулкалар берген мамам.
мынау сыйлыққа берді. Қолым бор енді жерге сурет салғанмын ғой. Ал екіншісін өзіне берген мама. Анау бірдей ғой, иә? Яғни екеуі сыйлыққа, ана екі ақ. А мынаны мынау өзіне берді. Бірақ вроде жасыл таңдадық па деп ойланып қалдым ғой. Кілті бар екен, кілтпен ашылады екен. Негізі вообще жоқ болған. Алтындар салатын адамдар болса. Анау да көтеріле ме? Жоқ. Ол ма? Көтерілмейді ол. Күшті де? Розовый маманікі, иә? Болды. Келесі пакеттен бұл двойка. Короче, оверсайз двойка. 15 жасар балаға бердік. Ердосқа ма? Иә. Базар жоқсың. Ал бізде ветровкалар. Сіздің хит ветровка. Көгінен ғана екен ғой. Сатсын. Мен бар деп ойладым. 100-ші размерден және 110-ші размерден екі түрлі түрі. Яғни бір түрден екі размер. 100 және 110. Spider-Man. Келесі заказ ол бізде рюкзак. Мұндай қара рюкзактар. Бізде қара рюкзактар ходовой жақсырақ өтіп жатыр. Сол үшін осындай рюкзактарға бердім. И сырты мындай хрущевка сияқты екен, күшті. Осындай. Ал осылай ашылады. Мындай замокпен. Артында мындай. Мына жерде USB шнур бар. Ішін көрсетейін қазір. 7-ші май ғана күшті ғой негізі. Давай осыны тезірек қойып. Компьютер салуға болады ма? Міне, компьютерға болады мынаны. Мына жерге. Бөлек қабиырта тұршын соңғы. Мұнада не зат бар екен, білмеймін. Вроде бұндай үлкен затқа зат білмеген сақтем. Бұл бізде абадуктар. Я тоже бір новый ниша. Абадуктың түрлері. Абадук новый ниша емес. Бізде ба? Я, бірақ кәспеге новый нишаның түрі. Мынау абадуктың түрмелерін. Коробкаға салған екен, иә? Не қысмасын. Түрмесін деп. Шеп өзім төлеу керекпін килограммын. О, наклейка. Әбілқайыр жақсы көретін ана наклейка бар. Сәл қойырсейік. Ну, сыртына жабыстыратын ғой наклейканы сыртына. О, чемодан? Это подготовка. Өзімізге ол. Сатпаймыз оны. Жоқ. Жоқ, Каспиге салмаймыз деймін. Қаршы ішіне бір нәрсе алдым. Жоқ, пакет бар тек. Әлсіз екен, е? Әлсіз бекен, Китайдан келсе. Сол Китайдан келсе. Сынбай келсе, аман есе. О, мынауды деп екен. Жаңағы қосақтай солынан. Бұл сол планерлар екен. Мұндай сынып қалмасын деп. Осындай сол жерді. Міне. Планерлар ішінде маркерлерімен және үшіншілерімен бірге.
Обслуживать, может, тут планер заказать. Түсіресіз ме? Иә, түсіріп жатырмын, давай. Короче, мына былай ғой. Манс дейді, сентябрь ме, септембр дейсің да. Мысалға, понедельникке аласың да мына жерге. Манты. Манты жазып қоясың. Оу, манты. Мына жерге жазасың да, мысалға лапша жазасың ғой. Бүйтіп бәрін толтырып қоясың да. Бәрі бітеді, мысалы, понедельник білмеймін нешесі, білмеймін 4-і, например, өтірік айтып салдым. 5-і, воскресеньеден басталады екен. Осылай бәрін жазып қоясың да. Миың ашымайды ғой, не пісірем, ереке не жегің келеді, мынау сұрамайсың ғой. Алдын ала айтып қоясың. Маған ұнамай қалса, мен даже бүйтемін ғой. Лапша ұнамай қалдым ғой, оның орнына келемін ғой. Пельмень жазып кете саламын ғой, бір күн қалған кезде ше. Сен пельменден дейсің ғой ше. Тема нәрсе екен бұлай, мен де лицейге біреуін алып кетейін. Өзім жұмыстарымды жазып қойып мына жерге. Да.